Önермен жарылқамас айқаяға, әркімді аллам. Көріңдер мынау бізді сахнадан. Қонақ келсе бәрі де сәлем берер. Сондықтан мәлім боп тұр хақың маған. Кездейсоқ бір жүргінші екенсіз ау, ал кәнеки ырдашы гастарбайтер ақын адам айқаяқ ау. О жаратқан иесі әлемдердің мұсылман екенімді дәлелдермін. Сол жағаға патиға жиналғандар бәріңізге иеліп сәлем бердім. Бұл пати болған екен ғажабымыз, қиын болдау бұл айтыс азабымыз. Біз негізі профи ақын емес, әйтеуір әудейтұғын қазағымыз. Сіз болсаңыз бұрыннан патишісіз, ал енді бізге аусын назарыңыз. Осы жердің белсендіші сіз болсаңыз, бұл жаққа белгілі ғой ожағыңыз. Случайный ісік жігіттерден жеңіліп қалып, ағасы шықпасыншы позорыңыз. Şap! Ey! Aykalım. Şimdi kaynasın. Әйтеуір бүгін үйге өлмей барам. Мойынсұнбай әніңе көнбей барам. Астанадан ағайын көрдіңіздер. Кроссовка костюм киген модный адам. Домбыраны жайдан жай шерте бермес. Есі дұрыс патиге ерте келмес. Сақалыңды мерейжан көріп қалдық, ал шалбарың егендеше келте емес айқаяқ. Айтыста айтатұғын мақамдар бар, біздерде анда-санда сақалдар бар. Ораза болғаннан соң қойып едім, деппеді біреу сізге қоқаңдаңдар. Негізі жөнді жүрген сақалдар бар, сіздерде қорқатұғын сақалдар бар. Әйтеуір сақал болса тиісетін, осындай қайдан шыққан нақал балдар. Сен екенсің тиіскіш майдангерім. Осылайша қасыңда сайрарым дедім. Шәкәрім Абай Жамбыл аталарым, сақал ойған бұл жайлы ойлан дедім. Иудейде христианда сақал ойған. Сен солардың қасында жайнар медің, шыныменен вахабиске тап болсаң, ағасы дәл осылай сайрар медің. Аман бол, жайлау аулым, қыстақ аулым.
жазда өткердік ау үш тұмаудың. Мерейжан, мен тек қана тілекшіңмін. Аман бол үйде иудей бауырым, христиан бауырым, айқай-ақау. Нақалға сөз өткендер бала бол дейді. Әуселесін батырып қарап көр дейді. Бір сағат соңыра бір футбол басталады. Ақтөбеге шыдас береме беререйді бірейді бірлігі айқай-ақау. Ал ендеше байқашы арынымды, көрдім аға өлеңді жалыныңды. Қойғасқа христиан нес, юдейінес, қарапайым қазақпыз әлі күнгі. Кешіріңдер, мамамыз ұзвандапты, баласына алаңдайт әлі күнгі. Менде сақал бар дейсің, тиісесің, өзіңде байқатасың дарыныңды. Құдай берсін маған саған сенің мақалыңды, алмаған берсін сенің қарныңды. Есіңіз Нұрғиса ғой? Нұрғиса ағам өлеңде жанған еді. Жырына қазір халық қанған еді. Қазақтан Нұрғисасын білесіздер. Ол бірді өнердегі арман еді. Сол атты аға сізге қойыпты ғой. Бұл ат сізге қалайша қонған еді. Әжәп тәуір атақты болса дағы, ол Нұрғиса сізді есеміз болмау еді. Өтімді болып жатыр айқай-ақау сарыныңыз. Шүбә келтірместе екен дарыныңыз. Рамазанның мүбәрәк кез емес пе, жақсылардың жанынан табылыңыз. Арам тамақ дей көрме бұл ағаңды, нәсіп болған несібе қарнымыз айқай-ақау. Қанатығын құлақтың құрышы ғой, Домбрапати қазақтың ұлысы ғой. Салмақты болып жатса Нұрғисаңыз, үйдегі жеңгеңіздің жұмысы ғой айқай-ақау. Бұл сөзіме Мерейжан ойлап қара. Сайлап кепсің сен маған сойылдара. Үйленген соң мен сені көрейінші, желпініп сөйлейтұғын бойдақ бала айқай-ақау. Ағасы өлеңіңіз жылындырсын, қасыңызда жеңгеміз күліп жүрсін. Ол рас біздер арық, сіздер семіз, бұл баланың бойдақтығын біліп жүрсін. Құдай-ау үйленсем бір семірем бе, менің болған, менің бұндай бойдақтық күнім құрсын.
Қатиді бүгін дағы келдім көріп, өлеңді алдыңызға бердім көріп. Футболды айт деп ман өзің айтып едің. Оғанда біз жетейік енді келіп. Аға сізге қарасам доп секілді, бояу керек шығарау тең біл қылып. Ал мен болсам сырыйған бір арықпын, штангыдай көресіз ердім көріп. Екеуміз осылайша отырайық, 1-0 шот құсап символ болып Мерейжан ортасының айқаяғы хошы білем. Ал бауырым өзіңді досым көрем. Айтыста осы менен тәмам болсын, финита ля комедия осы менен айқаяғы деп сөз.